Сәлем достар, баршаларыңа қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайына жасалатын өте дәмді, өте жұмсақ, керемет болып шығатын үй жағдайына жасалатын гамбургерлерді бірге дайындайтын боламыз. Кәдімгі сауда үйлерінде жеп жүрген гамбургерлерден ешқандай да айырмашылық жоқ. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін жылы су, ыстық су, жылы су, дәміне қарай тұз, содан кейін барып ашытқы қажет. Мен жарты стақан осындай ыстық су құйдым, қайнап тұрған қатты ыстық су. Негізінде жып-жылы, қол тимейтін температурада болған жөн. Мен үстіне мұздай су құйып жатырмын, салқын су, яғни. Ең алдымен тұзбен ашытқыны араластырып аламыз, осы суға салып, содан соң бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Менде міне 15 минут уақыт өтті. Өздеріңіз көріп тұрғандай жылтыр қағаздың өзі буланып жатыр. Демек, ашытқы жақсы әсер етіп жатыр және де сумен әрекеттесіп жатыр. Міне мен жаңа кәдімгі сұйық майды қостым. Мен 2 үлкен қасықпен сұйық май қостым. Одан кейін оны жақсылап 1-2 рет араластырып алып, келесі кезекті ұнға береміз. Оның кез келген ұнды пайдалансаңыздар болады. Мен міне бірінші сорттағы элиталық ұнды пайдаландым. Негізі осы элиталық ұн бірінші сорттағы неше түрлі осындай қамырларға өте жақсы және де сапалы ұнның ең бір түрі. Кез келген ұнды пайдалана берсеңіздер болады. Қоймалжың болып бастағанша ұнды қосып венчикпен араластырсаңыздар болады. Арасындағы осындай доп-домалақ шариктер секілді болып қалмас үшін бір келкі қып араластырып отырған жөн. Ұнды бірден салып тастасаңыздар, оның ашуы қиын болып кетеді. Яғни ұнды барлығын бірге салып тастасаңыздар, оны көп немесе аз екенін білмей қаласыздар да, оның осылай көтерілмей қалуына ықпалын тигізеді былайша айтқанда. Міне осындай жұмсақ теста болып шықты, қамыр яғни. Енді бұның бетін мен осындай тарелкамен жауып, бірінші осындай жылтыр қағазбен жаптым, одан кейін бетіне кәдімгі тарелкамен жауып көпшікке орап қойдым. Одан кейін бұларды кәдімгі пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп алдым. Өте жұмсақ сондай керемет теста болып шығады. Тіпті сөз жоқ. Мен оның бетінен жылтырап тұрғанын байқадыңыздар ғой. Оның бетіне мен кәдімгі сары майдан жағып қойдым. Кішкене қатты жақсаңыздар, ол арасына сіңіп майлы болып кетуі мүмкін. Суығаннан кейін барып кескен жөн, суымай тұра кессеңіздер, оның арасы қамыр болып кетуі мүмкін. Сондықтан суып барып кескен жөн. Көріп отырғандарыңыздай, жаңағы біздің осындай қамырымыз духовкада, яғни пеште 20 минут пісіп шықты. 15-20 минут пісіп шықты. Мен оларды суып болғаннан кейін арасын ашып, не кәдімгі таба бар ғой, газға қоямыз да, оған сары майды ерітеміз. Бұны жасау міндетті емес, алайда былай жасасаңыздар да дәмі керемет, сочный, прям сондай керемет болып шығады. Менде антипекарный таба емес, табама мән бермеңіздер, алайда асты жабыспайтын жақсы табалардың бірі. Міне осылай бір ғана бетін істейсіздер, арғы бетін бергі бетін аударып істеуге болмайды, себебі астыда майлы болып кетсе, онда тіпті кәдімгі жесе неприятный болып тұрады. Сондықтан міне осындай сары майға қуырып алыңыздар. Сәл арасын, егер де май қатты шылқып кететін болса, оның бетіне кәдімгі құрғақ майлықты алып, бетін басып майын тартып алсаңыздар болады. Содан соң менде осындай вареный колбаса, оларды мен осындай табаға жаңағыдай дәл солай сұйық майда пісіріп алдым, бірақ оны арғы бетін бергі бетін қыздырдым. Содан соң
Міне жаңағы біздің қамырларымыз. Енді бұларға неше түрлі өздеріңіз қалаған заттарыңызды арасына қойсаңыздар болады. Кәдімгі тауық етін қуырып қойсаңыздар да, немесе арасы тек қана көкөністермен жасасаңыздар да, өз қалауларыңыз, былайша айтқанда, ішіне не салғыларыңыз келсе, соны да сала беріңіздер. Мен мында кәдімгі қой бауырынан жасалған котлет, колбаса, шұжық, көкөністер, міне бұл тәтті бұрыш, қияр және де қызанақ, содан соң петрушка салдым. Кетчупты қосу маңызды емес, оны өздеріңіз білесіздер. Жаңа айтып кеткендей, қалаған заттарыңызды сала берсеңіздер болады. Міне бастадық. Мына көрсетіп кеткен заттардың арасында тіс шұқығышты не үшін пайдаланамыз деп отырған шығарсыздар. Тіс шұқығыш осыны барлығын бір келтетіп ұстап тұру, яғни жылжып кетпеу үшін пайдаланамын мен ол тіс шұқығышты. Егер де сіздерде салат жапырағы болса, менде салат жапырағы болмағандықтан мен оның орнына петрушканы пайдаландым. Петрушка да негізі өте пайдалы, асқазанға өзінің осындай бір әсерін тигізеді. Асқазанмен ауыратын адамдардың көбісі осындай петрушкадан жасалған дәрілерді ішеді. Соны мен оқып көріп осы петрушканы пайдаландым. Салат жапырағын да пайдалансаңыздар да болады. Достар, және де менің осы инста парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Мен оны жоғары жақта қалдырдым. Және де рецептісі қажет болатын болса, описанияда қалдыратын боламын. Біздің осы инста парақшамызға тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Онда мен жеңіл-желпі рецепттермен, осындай сияқты рецепттермен бөлісетін боламын. Ал сіздерге сәттілік. Міне бүгін біз сіздермен бірге жасап, үй жағдайында жасаған осындай тәтті, керемет болып шығатын гамбургерлеріміз дайын болды. Ас болсын. Сіздермен болған Әсел Алшоуразқызы. Тіркеліп, лайк басуды және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де сіздер осы гамбургерлердің арасына салмасына өздеріңіздің қалаған заттарыңыз бойынша салған болсаңыздар, пікірге не салғандарың жайында, қандай болған жайында жазып кетіңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған Әсел Алшоуразқызы.